Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін музыкалық сабағымызды Байқоңыр тақырыбымен бастаймыз. Ертеде Қорқыт бабамыз желмаясына мініп, адам мәңгілік жасайтын жер іздейді. Қанша шарласа да Байқоңырдай жер таппайды. Сыр өңірін мұқият зерттеген ғалымдар Байқоңырда жердің тартысыз күші аз, себебі экваторға жақын, ғарышқа ұшуға ең қолайлы жер деп шешкен. Экватор латын тілінде теңестіргіш деген мағынаны береді. Жер ғаламшарының қақ ортасынан өтетін шартты сызық экватор сызығы деп аталады. Қазіргі заманда ғарышқа талай зымырандарын көтерген осы қасиетті Байқоңырымызға арнап композитор Альберт Алмағамбетов өзінің Байқоңыр атты музыкалық шығармасын жазды. Композитор бұл шығармасын тұңғыш қазақ ғарышкері, халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіровке арнаған. Композитордың осы аспаптық музыкасын тыңдай отырып, ақын Рахметовтың сөзіне жазылған Байқоңыр атты әнінің де мәтінімен таныс болайық. Қазақтың байтақ даласы, кімнің бар оған таласы, әлемге даңқы тараған Байқоңырыма қарашы. Атыңды білді бар қалам, айтамын саған арнап ән. Байқоңыр жердің кіндігі, аспан мен жерді жалғаған. Егемен еліміз бұл күні қырандай көкте самғаған. Тәуелсіз елім бақ маған, қуанып шалқып шаттанам. Тоқтар мен Талғат айдындай, ғарышкерлермен мақтанам. Еліміздің, қазақ елінің мақтанышына айналған қазақ батырлары, қазақтың ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіровті, Талғат Мұсабаевты, Айдын Айымбетті бүкіл әлем таниды. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыптан композитордың Байқоңырға арнаған шығармаларынан алған әсерлеріңді суретке салсаңдар, нұр үстіне нұр болар еді.